Сәлем баршаңызға, сіздермен Ақ Ерке. Бүгін сіздерге керемет болып шығатын, бар жоғы 10 минутта ешқандай да ашытқаны дрожжды қажет етпейтін осындай жеті-шелпек пен бауырсақтың рецептісімен бөліспекшімін. Ең алдымен ыдысымызға 1 литр айранымызды құямыз, үстіне 2 дана жұмыртқа, 4 қасық сұйық май және де кішкентай қасықпен тұз, қант және сода қосып жақсылап араластырамыз. Сода бізде айранмен қосылып реакция береді. Қамырымыз көтерілмегенмен піскенде өте жұмсақ болып шығады. Және де жақсылап араласқан сұйық массамыздың үстіне міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды салып, ең алдымен осылай қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз қоюлана бастағанда және де үстіне ұн қосып, жақсылап қамырымыз жұмсақ болып иленгенше илей бастаймыз. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр дайын болады. Енді осының үстін пакетпен немесе пищевой пленкамен жауып қоямыз. 10 минут тұру қажет. Міне менде 10 минут тұрды. 10 минуттан кейін алып, өздеріңізге қажетті формаларға салып, пісіріп ала беретін боламыз. Мені ең алдымен стөлге қойып, кішкене астына ұн сеуіп, сопақша етіп алып, және де бір бөлігін кесіп, 7 данаға бөліп аламын. Ең алдымен жеті-шелпек пісіретін боламыз. Осылай дөңгелектеп 7 шелпек дайындап аламыз да бетін жауып қоямыз. Міне менде 7 шелпек және де бір жуалақ қамыр қалды, оны бауырсақ дайындайтын боламыз. Міне осылай бауырсақтың қамырын қолымызбен жайып шығамыз, шет-шеттерін басып, және де үстіне кішкене ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жаямыз. Қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ, кішкене қалыңдау етіп жаятын боламыз. Міне жайып болған қамырымызға осындай мен сияқты бокалдың немесе қалаған формаларыңызбен осылай дөңгелектеп кесіп алып қуыратын боламыз. Міне бізде осындай қалыңдықта болды. Міне қалған қамырларын осылай алып тастап, тағы да бір қайтара жақсылап иілеп, жайып, қайтадан басқа пісіруге болады. Енді жеті-шелпегімізді осылай оқтаудың көмегімен дөңгелектеп, қатты жұқа етпей жайып аламыз. Табамызды қызып тұрған отқа үстіне май құйып, майымызды қызартып аламыз, және де жеті-шелпегімізді салып, екі жағы қызарып, осылай томпиғанша әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Бауырсақтарымызды да осындай қызып тұрған отқа салып, екі жағы жақсылап қызарғанша, көтерілгенше пісіріп алатын боламыз. Міне бауырсақтарымыз ешқандай ашытқысыз да, дрожжсыз да осылай томпиып, әдемі болып көтеріліп шығады. Бауырсақтарымызды осылай майынан сырғытып алатын боламыз. Егер де сіздерге осы рецепт ұнаған бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер, және де тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бауырсақтарымыз міне қараңыздар, іші осындай толықтай пісіп керемет болып шығады.